Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев даңғылында жантүршігерлік жол апаты орын алып, 3 адам жарақат алды. Оқыс оқиға 22 қыркүйек күні таңертеңгісін 3 көліктің қатысуымен тіркелді. Қолдағы бар ақпаратқа сүйенсек, Nexia және Mercedes көліктері бұрылыс жасамақ болған. Сол мезетте Қонаев даңғылымен Рысқұлов көшесіне қарай бет алған Toyota темір тұлпары соқтығысқан. Соққының салдарынан 3 көліктің бірі 30 метр артқа жылжып кеткен, ал жол талғамайтын көлік жол жиегінде аударылған. Нақты жол апатының қалай орын алғаны белгісіз, дегенмен сол маңдағы көше сыпырушы апатты жағдайдың қасқағым сәтте орын алғанын айтады. Тіпті қатты шошынып қалған. Келген жол шақ-шықыды. Зәрем, мама, аяқ қылдырып кетті. Сол бар болды. Адамдарға көмекке тоқтады ма машиналар? Көмекке тоқтады, машиналардың бәрі тоқтады. Ана қызды көрді зәрем, мама, мен анау. Қайсыда қыз болды? Скорыймен кетті ғой. Басы жарылып. Кішкентай қыз ба? Жоқ, бойжеткен. Бойжеткен қыз. Скорыймен кетті, сол қызды көріп, жаман аман қалса екен деп. Аяқ қолын қалтырап кеткен, содан қорықтым мен. Ол Мерседесте болған ғой, а? Машина. Алма Toyota'да ше? Тудағылар жас балдар. Жас балдар. Қанша бала екен білмеймін. Больницаға алып кетті, скорый келіп. Скорыймен. Ана бір баланың басы жарылған, оны алып кетті. Mercedes және Toyota көліктері жырымсыз күйге түскен. Оларды жөнге келтіру мүмкін емес секілді. Тіпті аударылған джипті эвакуатордың көмегімен тұрғызу мүмкін болмады. Тек құқық қорғау қызметкерлері жабылып жүріп ретке келтірді. Мұнан соң айып тұраққа алып кетті.